салматсың ба? О, қайырлы кеш. Мен даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұрсыз, иә? Саламатсыз ба, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, бизнес ойынға қатысушы ханымдар. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет, өздеріңіз қалайсыздар? Қалай, ойындарыңыз қалай жүріп жатыр? Жақсы, жақсы. Так. Бастай береміз, иә? Эфирді сақтаймыз ғой, бастай берейік, иә? Уақыт өтіп бара жатыр. Жалпы енді кешеден бері айтып жатырмыз. Біздің кешегі тақырыбымыз полностью жаңағы упаковкаға, мақсатты аудиторияны таңдауға, одан кейінгі контент планға соған байланысты болды, иә. Сосын жаңағы трафиктің түрі, мысалға, иә, тегін трафиктағы түрін айттық, сондай тегін трафиктардың түрлері бар деп. Енді бүгін біз мысалы сол енді упаковка жасалды, иә, мысалға парақшамызда мақсатты аудиториямыз таңдалды, контентпен бөлісіп жатырмыз, иә, мысалы, енді просто біздің барлық осы техникаларымызды, методикаларымыздың бәрін сіздерге 2 күннің ішінде 2 эфирге қосып енді жеткізу мүмкін емес, но десек те, бірақ біз енді осы ақпараттарды дұрыс бағытта сіздерге қысқа нұсқа, орысшалап айтқанда айтады ғой, без воды деп, солай тек қана осы жұмысқа қатысты, осы техникаларды ғана айтуды ғана айтып қана сөйтіп тырысып жатырмыз. Бірақтан енді түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, телеграм-каналға тіркеліп алдыңыздар, барлықтарыңыз телеграм-каналда кәдімгі өздеріңіздің кураторларыңыздан, осы Айсада ханнан, Лилия ханнан сұрап алсаңыздар болады. иә, толық мәліметті сол жерде асықпай кері байланыс алып сұрауға әлі де мүмкіндіктеріңіз бар. Тағы да 2 күн беріледі, сол жерде сіздерге дополнительно сіздердің сұрақ-жауаптарыңызға, үй жұмысын орындауларыңызға, иә, бәріне қатысты сұрақтарыңызды сонда қоясыздар. Енді біз бүгін енді осы сіздер бәрін жасап алдыңыздар, енді бізге не керек, иә, енді мысалға сіздер уже бірінші входящий заявкаларыңызды алдық деп ойлайық, иә, мысалы, иә, сіз мысалға консультацияны қалай жүргізесіз. Көп адамдар мысалға консультацияда адамды біз кеше мақсатты аудиторияны не үшін таңдадық? Мақсатты аудиторияны бізге өзімізге мақсатты осы бизнеске қызығушылығы бар адамдар бізге келсін деп таңдадық, иә. Ал енді адам сізге өзі келіп тұрған кезде, мысалға, иә, сіздің бизнесіңізге қызығушылық танытып, маған да айтыңызшы, мені де үйретіңізші деп келген кезде, мысалға, все-таки басқаша жаңағы позиция болады да, ол адам сізге құлағын түріп тыңдайтын болады, мысалы, иә. Сол кездің өзінде, мысалға, адам өзі қызығушылық танытып келгеннің өзінде, кейде консультация барысында біздер қателік жіберіп, адамдарды шошытып алатын кездеріміз болады, иә. Бұрын, мысалға, менің де өзімде болған, алгоритмсіз жұмыс жасаған кезде, осы консультацияда, мысалға, иә, енді өзі келді ғой, бұл адам все равно тыңдайды деген сияқты, иә, мысалға, иә. Бірандай позиция директора деген сияқты болады ғой, сондай жаңағы сол позицияда болмау керекпіз, иә. Біз енді бұл жаңағы біздің тікелей қарым-қатынасқа байланысты бизнес болғандықтан, біз мысалға өзімізді кішкене енді ниже пола емес, бірақтан біз өзіміздің орнымызды кішкене бастық емес, ол мысалға бұл бизнеста бизнес отношений вообще былайынша айтқанда. И біз өзіміз білуіміз керек, мысалға, бізге келген адам, біз оған бастық емеспіз, ол өзінің бизнесін ашайын деп жатыр. Ол просто осы масштабный бизнесті біз оған айтып түсіндіріп, осы бизнес планды айтып, біз оған осы ол адамның өзінің бизнесін аша алуын көрсете алатын, біз просто сол связка екенімізді, иә, бізде осы жоспар, менің осы жасағам, менің жоспарым бойынша жасайсың
деген сияқты бір жаңағыдай міне мынаны былай істеу керек, мынаны былай істеу керек, мен осыны өткем, мен бүйткем, дейткем демей, жаңағы адамға просто жақсы қарым-қатынасты уже бірінші жаңағы консультациядан бастап уже адамға түзеу керек, мысалы. Өйткені біз кеше айтып отырғанымыз мақсатты аудитория деп қақсап жатқанымыз, ол сол сізге келген өзіңіздің таңдап алып, өзіңіз сол адамға осындай адамдар кесе екен деп осы жазған контентіңізден келіп жатқан адамдар ғой, былайынша айтқанда аспаннан келмейді ғой ешкім. Енді сол адам сізге келген кезде сізді уже приблизительно біледі, иә. Ал енді өзі келіп тұр деп біз жаңағыдай позиция бастықтың жаңағы рөлін ойнамауымыз керек, иә. Бұл жерде де білуіміз керек та, что ол адамды сіз өсіруге қазір міндеттісіз, иә. Өйткені сол адам өсу арқылы сіз де осы бизнеста өсесіз, былайынша айтқанда, иә. Ал енді келесі жағдай бірден барлық информацияны бермеу, иә, адамға. Мысалы, маған консультацияға келген адамға мен қараймын да, мысалға, ол адамның, сіз келген адамның, мысалы, білуіңіз керек та, мысалы, біз кеше мақсатты аудиторияны не үшін таңдадық? Өйткені біз нет деп айта алу үшін таңдадық. Иә, біз көп адамдар, сізде мейлі, сізде мысалға вообще командаңызда әлі адам жоқ болса да, сізге не подходящий адам келіп тұрса, сіз жоқ, мен сізбен жұмыс жасай алмаймын деп айта алуыңыз керек. Бірақ оны жаңағыдай жоқ, ты мне не подходишь деп емес, кәдімгідей цивилизованно айтып түсіндіру керек. Иә, мен мысалға мынандай адамдармен жұмыс жасаймын деп. Иә, мысалға сіздің жаңағы біз екеуміздің амбициямыз бірдей болу керек деген сияқты, иә. Екеуміз бір жаңағыдай бір-бірімізге жаңағы қарым-қатынаста мынандай боламыз деп. Мысалы, адамға дұрыстап айтып түсіндіру керек, иә, оны да оның өзінде бүйтіп итер жібермей. Бізде өйткені мақсат аудиторияны таңдаған себебіміз действительно бізге неподходящий адамдар бар бұл бизнеста, иә. Біз зачем, мысалға, біреулер келеді да, просто попробую деп, біздің 2 ай, 3 ай уақытымызды алады, жаңағы жүреді, былайынша айтқанда, өзі білмейді, істерін істемесін, сіздің басыңызды қатырады, жаңағыдай сұрақтарды қойып, сұрақтарды жаудырады, или болмасам жаңағыдай сұрақтарды қояды, жауабын алады, бірақтан сол сұрақты жауабын алса да, ол сізден алған жауапты мысалға ол істемейді, жасамайды, иә. Былайынша айтқанда интернетпен жұмыс жасағаннан кейін біз бір-бірімізді бәрібір де көріп отырмыз ғой, мысалы. Сондай адам келсе, сіздің уақытыңызды алады да, поэтому мы должны уметь говорить нет. Зачем 2-3 айды біреуге уақытыңызды тратить етіп, если ол адам жұмыс жасамайтын адам болса, иә? Сол себепті бізде жоқ деп те айта алатын болуымыз керек. Жаңағыдай да, ала берейін, қосыла берсін, осы айда болмаса келесі айда болар, бірдеңе болар деп үйтіп адам, жұмыс істейтін адам, жалпы келген кезде уже білінеді, уже сізге жұмыс жасайтын адам ба, жоқ әлде сіздің уақытыңызды алатын адам ба, сіз уже кешегі біздің берілген заданиялардың бәрін орындап, соның бәрін тұрғылықты жасайтын болсаңыз, уже кәдімгі практикада уже білетін боласыз, иә, қандай адам жұмыс жасайды, қандай адам жұмыс жасамайды, иә, мысалы. Біздің бизнеста да, мысалы, сіз дос бола білуіңіз керек, сіз жаңағы кейде бір добрая мама болуыңыз керек, кейде бір строгий папа бола білу керек, иә. Бұл жерде жаңағы айттым ғой, осы бұл біздің бизнес жалпы айтқанда келе эксперт болу арқылы жасалынады, иә. Бұл бизнеста, сетевой бизнеста жалпы любой бизнеста да негізінде былай ғой, сіз келе салып осы саланы нақты бәрін біліп тұрсаңыз да, бәрібір әр адам өзінің бойынан өткізгенде ол өзі почувствует, да, что оған қандай, иә, бұл өзінің бір волнасы болады, сол волнаға түседі. Кейбір адамдар тез жасап кетеді, иә, бірақ та ол адамға байланысты. Кейбір адамдар кішкене жай баяу жасайды, бірақ бәрін біледі, иә, мысалы, иә. Осы сондай адамдарды біз уже ажырата білеміз да, мысалға, кімге қандай подход жасау керек деген сияқты, кімге қай жерден, где кому штаны подтянуть надо, иә, где кого надо пошлепать по заднице деген сияқты, соның бәрін біз білеміз. Уже сіздер кешегі осы біздің осы методикамен жұмыс жасайтын болсаңыздар, уже сіздер уже адамдармен уже байланысқа түскен кезде, сіздер неше түрлі адамдармен байланысқа түсесіздер. Өйткені бұл бизнесті жасағысы келетін, хочу, все хотят, но хотеть мало, надо еще уметь мочь, да, понимаете? Мен могу деп келетін адам керек. Я хочу и я могу деп, да, сіздегі бар нәрсені мен алып, мен жасағым керек дейтін, да, мысалға. А хочу, мы все хотим, все, любой адам хочет, бірақ не могут, все не могут. Поэтому сондай адамдар келу үшін, сондай адамдар болу үшін бизнеста, иә, сіздің, это, во-первых, вы экономите себе уақытыңызды. С другой стороны, ол адамға да айтып түсіндіресіз, иә, мысалға, иә, сіз әлі бұл бизнесқа дайын емессіз деп, иә, мысалы, сізге әлі мынандай базовый нәрселерді өту керек деген сияқты. Содан кейін барып бұл бизнес сіз үшін болады. Мүмкін мен де сондай болғам, осыдан біраз уақыт бұрын, енді
шамалы сізге уақыт керек деп та, біз жалпы айтқанда нет деп те айта алуымыз керек. Бәр адамды тіркеп, бәр адамды сөйтіп жаңағы перепись населения жасаудың қажеті жоқ бұл жерде. Одан кейін жаңағы информацияны берген кезде, бүкіл информацияны түгелдей бере салуға болмайды. Себебі ол адам мысалға өзінің жаңағы багажы болса, егер сетевойда бұрын істеген адам болса, ол сразу айтады: аға, мен бәрін түсініп тұрмын, біліп тұрмын, сіздің парақшаңызды көрдім, барлық информациямен таныстым. Жалпы маған енді сізге командаңызға кіру үшін қанша жаңағы ЛТО жасауым керек, сонымен кірем деп, ондай адамдар сразу келеді. Ондай адамдар уже бір 20 минуттың ішінде сіздің командаңызда отырады, уже активациясын жасап, ары қарай сізден жаңағы еще давайте үй жұмысын беріңіз, әкеңіз, дальше деп отырады да. Ал енді кейбір адамдар мысалға енді ғана бет бұрып жүрген адамдар бар сетевойға да, желаниясы бар, істегісі келеді, и жаңағы ондай адамдарға мысалға көп информация беретін болсақ, ондай адамдар айтады, мысалға мынаның бәрін переварить етіп успевать етпейді. Ондай адамдарға мысалға нақты информация беру керек та, нақты деген бір 2-3 информация, 1-2 ғана видео, 1 ғана аудио жіберіп ол адамға айтып керек. Міне осы информацияны сіз бүгін осымен переспейте, осыны кішкене переваривать етіңіз, и сұрақтарыңыз болса түртіп жазып қойыңыз, ұмытып кетпей. Мен ертең осындай уақытта сізге байланысқа шығамын. Мысалы, асықпай қараңыз да, сосын екеуміз байланысқа шыққан кезде тағы да сұрақтарыңызды қойып алыңыз деп, мейлінше видеомен шықсаңыз да болады, или звонок жасап, уже ол адаммен сіз уже сіздің жаңағы информацияңызды қарайды да, ол естественно ол адамда уже сұрақ болады, сол сұрақтарды талдап екеуіңіз бірге мысалға, сол жағынан да қарау керек мысалы. Одан кейін жаңағы информацияны уже бөліп беру, мынаны былай деп түсіндіру, жалпы жұмыс барысы қалай болады деген сияқты. Ол мейлінше қиындатпай, ол жаңадан келіп тұрған адам болса мысалға, бұрынғы сетевиктер мысалға олар біледі уже, басқаша методика екенін, просто былай істеу керек, оны бірге отырып істейміз, бірге бір сізге үй жұмысы беріледі, сол үй жұмысын жасап арқылы істейміз десеңіз, мысалға методом домашнего задания деп айтамыз ғой, біздерде мысалға біз солай жұмыс жасаймыз. Бізге келген адам мысалға активациясын өтеді, регистрациясын өтеді, содан кейін методом домашнего задания 1 аптаға үй жұмысы беріледі, наставнигі кураторы ретінде жаңағы келеді и барлық жұмыстарды тексеріп отырады, болды, басқа ешқандай қиындық жоқ, Ал енді білмейтін адам мысалға ойлайды, ол қандай үй жұмысы, мен не істеймін сонда, ол үй жұмысында не істеу керек? Ондай адамдарға уже айтып, углубленно түсіндіру керек. Ондай адамға мысалға видеозвонок жасап көрсету керек, өзіңіздің не істеп жатқаныңызды, Мен мысалға міне мынандай чатпен жұмыс жасаймын. Мен чатымда қорықпай қойыңыз, бір 7-8 адаммен бастағам, осындай уақытта ешқандай бір преувеличение или болмасам жаңағыдай ойдан шығару еш нәрсе жоқ та, мысалға бәрін ашып адамға көрсету керек. Просто міне бұл бизнесқа келген кезде, мысалға, алғашқы айда сіз 100 мың, 200 мың таппауыңыз мүмкін, алғашқы айда даже мүлдем ақша таппауыңыз мүмкін, бірақ та біз мынандай нәрсе істейміз. Өйткені бұл сіз көріп тұрсыз, бұрынғы сетевик болса, сразу айтуға болады. Осы айда 50 мың теңге табамыз, қазір план құрамыз, сонымен істейміз. Келесі айда 100 мың болады, одан кейінгі айда сөйтіп өседі, әр ай сайын 50 мың, 100 мың қосып тұрады деп, сетевик болса, уже сразу айтуға болады да. Ал егер де бұл сетевоймен айналыспаған, бірақтан осы бизнесқа бет бұрып, қарастырып жүрген адам болса, мысалға, ол адамға уже бәрін түсіндіру керек. Міне былай болады, жіктеп, солай, Сосын осы информацияны енді тағы да қараңыз, содан кейін сұрақтарыңыз болса, сосын тағы да ертең талдайық деп мысалға, біз кішкене переваривать етіп жаңағы адамды уже миына кішкене қондырып, содан кейін барып сұрақтарды өзіне қойғызып, Сіз енді осы информацияны бүгін алыңыз, уақытыңыз болғанда тыныш жерде қараңыз, содан кейін сұрақтарыңызды жазып алыңыз да, ертең давайте сол сұрақтарыңызды талдаймыз. Когда человек сам задает вопросы, у него сіздің берген ответіңіз, жалпы былайынша консультацияға келгенде сіз деп бәрін айтсаңыз, ол адам түсінбейді. Өзіне керек 1-2 жерлерін түсінуі мүмкін, бірақ все-таки ол түсінбейді. А ол егер де солай понемножку ақпаратты алып, сосын өзі сұрақтарын жазып алып сізге қоятын болса, когда через вопрос вы будете работать, это очень классно работает. Ол адам өзі сұрағын қойып тұр, и оның сіздің берген ответіңіз оған важный болады. Ол оны тыңдайды. Это слышать и услышать, это совсем екі разные нәрсе, да, мысалға. И ол адам соны тыңдайды, одан кейін соған уже өзінің сұрағы болғаннан кейін ол мән беріп тыңдайды еще оны,
Сол себепті сондай методикамен мысалға тоже закрывать очень хорошо. Не нужно быстро. Сіздер ойлайсыздар, мысалға бүкіл информацияны қазір дарылдатып беремін, все ол маған қазір сосын 1 сағаттан кейін жазады, я хочу к тебе деп. Олай болмайды никогда. Үйтіп асығудың да қажеті жоқ, иә. Адамға егер де ол енді қана қарастырып жүрген адам болса, әлі оның ондай адамдар итак та асықпайды. Ондай адамдарды үйтіп асықтыратын болсаңыз, мысалға, все, ол сізге ответ бермейді, болды, жоқ болып кетеді. И сізді блокқа тастайды. Өзі келген адам болса да, он может потеряться вот так от вашего вот этого неправильного движения, да. Сол себепті бұл жерде де өте жаңағыдай болу керек. Мысалға, адам қандай адам келіп тұрғанын сіз білуіңіз керек. Одан кейін жаңағы найымда жұмыс жасайтын адамдар келуі мүмкін, иә. Вот найымда жұмыс жасайтын адамдарға да бұл жұмыстың кәдімгі просто, иә, что сіз мысалға жұмысыңызбен қатарластырып, мысалға салыстырмалы түрде айтуға болады. Мысалы, менің командамда осындай Анар деген бухгалтер қыз бар, мысалға, иә. Ол қыз мысалға азаннан кешке дейін жұмыста, таңертең кетеді, кешке келеді, бірақ кешке келген кезде обедтің уақытында бір 10-15 минут, 1,5 сағаттық обедтің уақытында 10-15 минут чатпен жұмыс жасау арқылы, жаңағы тиктокқа видеоларды салып, тиктоктың өзінің алгоритміне сай жұмыс жасау арқылы, одан кейін кешке қарай келіп, сол жаңағы өзіне түскен заявкаларды обработка жасау арқылы күнде 1,5-2 сағат уақытын бөліп, шаршамастан, осындай айына 40-50 мың теңге тауып отыр деп. Мысалға, жаңағы не келтіру арқылы, мысалы келтіру арқылы, иә, мысалға жасауға болады. Ал енді өзіңіз найымда болсаңыз, мысалға, иә, мен де наемный работникпін, мен де мысалға өзімнің қызметім бар, бірақтан соған қарамастан мен қазір қосымша табыс ретінде осы сетевой компанияда жұмыс жасап жатырмын. Бірақ келешекте осы алдыңғы 1 жылдықта осы полный осы салаға ауысқым келеді жалпы деп, иә, мысалға. Әзірге 1-2 сағат уақытымды уделять етіп жұмыс жасап жатырмын, айлығым мынанша деп, мысалға, ондай адамдарға тоже да айтып түсіндіруге болады. Мысал келтіріп түсіндірген өте тиімді, да, мысалы, адамға кішкене мысал келтірген кезде ол кәдімгі бір қызық бір оқиғамен жай әшейін былай істеуге болады, былай істеуге болады, былай істеуге болады дегеннен гөрі, мысалға, сіз біреуді мысал келтіріп, сол адамды көрсетіп тұрсаңыз, иә, мысалы, мен парақшамда көрсетіп тұрамын, үнемі, иә, мысалы, мына Айзада мұғалім болып істейді деген сияқты жаңа парақшасын белгілеп, иә, міне Анара, міне Әсема, декреттегі ана, 2 баласымен арпалысып отырып, мысалға, жұмыс жасап жатыр деп, иә, мысалы, сондай нәрселерді мысал ретте көрсетіп отырып, мысалы, жасауға болады. Одан кейін жаңағы енді бізде басты мысалға сіздің жаңағы бизнесіңіздің мысалға запуск бизнесіға келген кезде сізде мысалы минимум 2 предложение болу керек, иә, мысалы жаңағы сіз или жаңағы бір жұма оны тегін үйретесіз, иә, жаңағы консультацияңызды ары қарай продолжение жасатып деген сияқты. Егер ол адам әлі де өзіне неуверенный болып тұрса, сіз бірден ақша салам деп қорықпай ақ қойыңыз. Осындай бір апта сізде осындай мүмкіндік бар, біздің осындай чатымыз бар, ортақ, мысалға, иә, сол жерге кіріп біздің қалай жұмыс жасап жатқаныңызды көретін сондай бір мүмкіндік беру керек, иә, тегін түрде бір мүмкіндік берілу керек адамға, тегін бір услуга жасалу керек, та, мысалға, иә, ол адам жаңа қандай ортаға түсетінін көргісі келетін шығар, может, иә, міне көріңіз деп, мысалға, иә, біздің өзі активный чатқа кіргізіп көрсетуге болады. Одан кейін, мысалы, енді я түсінеміз, бәріміз де алғашқы салымымызда қиналдық бұл бизнесқа, иә, мысалға, бәрібір де айтамыз ғой, біз без вложения дейміз, бірақтан без вложения бизнес жоқ, еш жерде бәріміз жаңағы өзіміздің ЛТО-мыз бар. Бізге не үшін ақша төлейді бұл компаниялар? Товар оборотты көтергеніміз үшін. Товар оборот қалай көтеріледі бізде? Алғашқы келген кезде, мысалға, біз осы өзіміз потребитель болу арқылы көтеріледі ғой. Сол себепті біз жаңағы затты алуға мысалға жағдай болмаса, біз айтамыз, иә, мысалға, міне, осылай бастауға болады, мысалға, иә, ары қарай сосын мен сізге көмектесем, біздің осы оқу құралдарымыздың арқасында ары қарай ЛТО-ңызды сатылым техникаларын пайдалану арқылы тез бір аптада 10 мың теңгеге сауда жасау арқылы жауап алуға болады деп, мысалға, иә, оған айту керек та ол адамға. Аға, значит, ол адам, значит, мен бір 5-6 мыңмен кіре аламын, иә, толық ақшасын төлемей деген сияқты, иә. Уже адамда бір варианттар болу керек та, сіздің даже запуск бизнесіңіздің өзі, міне, адам бар, мысалға, келеді сізге, мен дайынмын, қанша ақшамен қалай кірем деп келетін адамдар бар. Ал енді мен дайынмын, бастағым келеді, жасағым келеді, бірақ енді мынандай проблемалар болып тұр десе, сол проблеманы шеше алатындай болуымыз керек, иә, жалпы бізде сондай 2-3 кәдімгі предложение болу керек. Сол предложенияларды пайдалану арқылы, мысалға, адамды закрывать тоже очень можно. Одан кейін енді жалпы консультацияның алгоритмі сіздерге бүгін тағы да беріледі телеграм каналда. Біз енді қазір осы
бүгінгі главный тақырыбымыз бұл команда жоқ кезде, бұл енді командаға сіздерге адамдар келіп қосылатын кезде сіздердің консультацияларыңыз, қалай сіздер консультация жүргізесіздер, жаңа консультацияда не айтылу керек. Маркетингті мысалға мен командамда, мен мысалы, білмеймін, мен лично өзім бұлай маркетинг жазбаймын никогда. Маркетинг айтып түсіндірмеймін. Содан кейін маркетинг планды вообще жібермеймін. Мен просто ол кісіге айтамын да, мысалы, приблизительно мен оны білемін, мысалға. Ол сетевойда істеген уже багажы бар адам болса, мен ол кісінің жаңағы приблизительно уже айтамын да, мысалы, сіз келдіңіз бізге, енді сіз ол жақта топ болсаңыз да, ол жақта лидер болсаңыз да, қанша не болсаңыз да, мысалға командаңызбен келсеңіз, бірден 200 мың, 300 мыңға айлыққа шығаруға болады деп айтамын да, мысалы. Ал егер де командаңыз, сіз жалғыз өзіңіз келіп жатсаңыз, онда сізде кәдімгі бізде басқа компанияда лидер болғаныңызға қарамастан, бізде уже новичок боласыз. Бізде де сіз нөлден бастап, уже біздің жаңағы базовый сабағымыздан бастап ары қарай көтеріліп, бірте жаңағы сабақтарды жасайсыз деп, мысалға. Өйткені именно біздің методикамыз үй жұмысын беру методикасы болғандықтан, біз енді айтып жатырмын ғой, жаңағы методын домашнее задание жұмыс жасаймыз деп. Үй жұмысын беру методикасы болғандықтан, ол адам мысалға ертең өзіне келген адамға солай үйрету үшін барлық нәрсені на своей шкуре должен пройти, да? Сол себепті біз қандай лидер болмасын, осы біздің бірінші обученияларымыздан бастап барлығы өтеді. Нулевой болсын, мейлі багажмен болсын, бірақ та разница в том, что сетевой адамдар, мысалға, сетевойда жұмыс жасаған адамдар тез жасайды, скоростына байланысты, и тез іліп алып кетеді, мысалға, просто олар бағыттарын түсінеді, мына жер дұрыс жасамай жатыр екен, мына жер дұрыстау керек, мына жерді былай істеу керек деп, уже примерно өздерінің уже баяғыдан келе жатқан багажы бар, баяғыдан келе жатқан бір опыттары бар. Даже ол, если неудачный опыт болса да, опыт все равно есть у человека. Сол жаңағы неудачный жерлерін удачный жерге ауыстырады да, солай дұрыс тез жасап кетеді. Ал енді жасамаған кісілер болса, мысалға, ол кісілерге уже жаңағыдай не керек болады, толчок керек болады, ол кісілерге көбірек понимание керек болады, мысалға, міне со жағын. И бұл жерде жаңағы адамның, айттырмын ғой, өзінің бір несіне байланысты болады, жаңағы қандай адам сізге келді, соны анықтап алатын болсаңыз, сізге жұмыс жасауға оңай болады. Мысалға, сіз уже білесіз по характеру и по жаңағы өзінің жаңағы келген багажына қарай, опытына қарай, мына адамға мынандай көңілді былай болу керек, мынаны былай болу керек. Өзі адам сіздің командаңызға қосылған кезде де уже по характерна сіз уже бөлесіз уже. Мынандай заданияны былай берем, мынандай заданияны былай берем. Өйткені сіз сол сабақтың бәрін мысалға өзіңіз білесіз, өзіңіз өткізген сіз өзіңізден, мысалы, уже переваривать еткеннен кейін, сіз уже білесіз ол сабақтың примерно ол адамға қалай келетінін, қалай ол адам өзінде переваривать ететінін. Міне, енді бұл енді консультация жалпы, біздің кешегіден бері айтып жатқан сабақтарымыздың бұл консультациясы жалпы, адамды қалай закрывать бизнесті. Ал бізде енді жалпы новичок адамдар келеді, мысалға, әлі жаңағы несі жоқ, ешқандай жаңағы командасы жоқ адамдарға. Енді бірінші, қазіргі кезде бұл енді личный бренд дейміз ғой, кешегіден бері айтып жатқан сабақтарымыз сіздерге жеке брендке қатысты жалпы бәр сабақтар. Жеке бренд бірақтан 3 ай мен 6 айдың ортасында жұмыс жасайды. Ал енді жеке брендке жеткенше біздер енді қазіргі кезеңге байланысты и вообще негізі адамдар тез ақша ұстағанды жақсы көреді ғой. Ол бір мотивация ретінде, мысалға, тез ақшаны қалай жасаймын. Осы айдан бастап, мысалға, біз өзімізді жаңағы пиарить еткен кезде де айтамыз, мысалы, мен командамдағы адамдар алғашқы айдан бастап, алғашқы аптадан бастап табыс табады деп, Енді осы біздің кешегі сол сіздерге айтқан, анонс жасаған осы алғашқы айдағы табысымыз жалпы бұл сатуға байланысты. Біз исключительно продукциясы бар компаниялармен жаңағы жұмыс жасаймыз, өзімізде продукциясы бар компанияда жұмыс жасаймыз. Сол себепті мынау сату техникасын, сату триггерін, мысалға, дұрыс бағытта үйренетін болсаңыздар, затты алып жүріп сатудың қажеті жоқ. Интернет арқылы просто жаңағы кеше айттым, әр платформаның өзінің бір заңдылықтары бар деп, сатуға қалай қолдануға болатынын, личный брендке қалай қолдануға болатынын, қай бағытта қалай жұмыс жасауға болатынын, егер де сіздер білетін болсаңыздар, сол бағытта жұмыс жасап, әр платформаны өздеріңізге жұмыс жасата аласыздар. Мысалы, бізде ең алғашқы келген адамға ең жаңағы простой мессенджер WhatsApp-пен жұмыс жасауды үйретеміз. WhatsApp-та мысалға қалай жұмыс жасау керек? Қалай WhatsApp-та, чтобы адамдар өздері сіздерге түсетіндей қылып, мысалы, кешеде айттым, мынау біздің
мынандай адамдар бар да, WhatsAppқа прям бәрін өздері жинап, менде де болады мысалға, күнара күнде бір кіргізіп қояды, бір группаларға әйтеуір шығып кетеміз, но бірақ кіргізіп қояды да. Сол сияқты мен жаңағы айтам, опять насильник деп. Өйткені жаңағы бұл сетевойда істейтін адамдар қазір екіге бөліп алғанбыз, интернеттегі кісілер уже біледі. Біреулері жаңағы этично жұмыс жасай алатындар, біреулері жаңағы насильниктер да, шашына жұлып жаңағы бір неге кіргізіп қояды, жаңағы бір чатқа кіргізіп қояды, отыр енді осы жерде информация берем, ол информация керек па саған, керек емес па, ну бірақ жаңағыдай осы жерде отырыңыздар, шығып кетпеңіздер, асықпаңыздар, күшті информация беріледі деп, ол жерде одан кейін бір адам шығады дағы, сізді кіргізген адам мүлде басқа адам, ол үндемей отырады, ал сізді кіргізген басқа бір адам, мысалға сізге де, міне ондай техникалармен жұмыс жасаған қыздарды менде бар командамда, мысалға сондай, тоже қараңыздар, жаңағы чатқа кіргізеді, өзі үндемей отырады, бір танымайтын бір кісі келеді дағы, мысалға айтады, информацияны айтады, түсіндіреді бәрін, содан кейін жаңағы компанияның мүмкіндіктері айтылады, ол жерде да, мысалға, и все, басқа ешнәрсе айтылмайды. Содан кейін енді тіркелгілеріңіз келсе, сіздер мысалға осы чатқа кім кіргізді, сіздерді соған жазыңыздар дейді, болды, А ол жерде енді тоже былайынша айтқанда мақсатты адамдар емес, олай бизнесқа мысалға үйтіп шақырудың қажеті жоқ. Бизнесқа и так та біздің кешегі методикаларымыз арқылы адамдар и так та өздері келеді, и одан кейін бүгінгі мынау жаңа айтылып өткен тақырыпта мысалға қалай сіз консультация бересіз, қалай ол кісіні бизнесқа закрывать етесіз, соған байланысты, оның бәрі өзіңізге байланысты, адамның келуі, адамның сізде қалуы, жалпы сізбен жұмыс жасауы, сізбен байланыста болу, бәрі өзіңізге байланысты. Ал енді именно сауда, бұл біздің алғашқы табысымыз, алғашқы кейсіміз. Бізге мысалға парақшамызға келіп түскен адамдар бірден мысалға қазір осы айда қалайша мен мысалға 100 адам қостым, командама. Себебі мен анау март айынан бастап менде наблюдать келе жатқан адамдар бар. Мен осы бизнесті ең бірінші бастаған күннен бастап контент жаздым, мысалға. Мен бастап жатырмын, мен осындай марафонға қатысып жатырмын, мен сол марафонға қатысып өзімнің компаниямды ауыстырдым, мысалға деп, мен мысалға тоже осындай марафонға қатысу арқылы өзімнің компаниямды ауыстырғам. Сөйтіп, сосын өзімнің жаңағы практикамда не болып жатыр, күнделікті бөлісіп отырдым, мысалға, міне бізде тағы да бір марафон болғалы жатыр деп, міне мен осы сабақтан мынандай бір өзіме жақсы нәрсе алдым деген сияқты. Ал енді бұл жерде личный брендті мысалға содан бері мені аңдып келе жатқан адамдар қазір маған мысалға тез қосылып жатыр, себебі олар уже білет, мен жасап келе жатқанды, результатымды ай сайын көріп отыр, Ал сіздер де енді жаңадан келгенде, мысалға, парақшаларыңызды жаңадан жасап жатсыздар, Ескі методикамен жұмыс жасаған адамдар, жаңа методикаға ауысқандарыңызды айтып бөлісесіздер, мысалға, Бірақтан все равно сіздерге сразу хоп деп адам келе салмайды, олар аңдып отырады, доверияға кіру керек адам, доверие болу керек. Ол адам мысалға хоп деп кіре алмайды, өйткені айтады, ауысып жатыр екен жаңа методикаға, енді көрейік енді не болатынын деп андайды. Бір айсыз результат көрсеткеннен кейін айтады, көрейік енді екінші айда қандай болады деп, уже үшінші, төртінші айға келген кезде уже сол адамдар сіздерге без вопроса өздері келетін болады. Но бірақ оған дейін сіз қаншама жұмыс жасайсыз, оған дейін сіз қаншама ЛТО жасау керек сізге, сол ЛТОны қалтадан шығармасыз үшін. Сіздің жаңағы дұрыс бағытта жұмыс жасайсыз ғой, по-любому бұл біздің бағытта жұмыс жасаған адамдар бәрібір 90 күнде результат шығады, бәрібір шығады. Но бірақтан проблема в том, что сізде сол 90 күнге шыдай аласыз ба? 90 күнде 3 ай, мысалға, бізде 3 ай, кейбір жерде мысалға 21 күн, 14 күнде жабылатын каталогтар бар. Ал сіз сол 14 күн сайын, 21 күн сайын 30-35 мыңды сала аласыз ба, мысалға, Сол вопрос в чем, да? Енді сол 30-35 мыңды жалпы алғашқы ЛТОны өзіңіздің қалтаңыздан шығармайтындай жағдай жасап беру керек, адамға, Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін біз продукциясы бар компаниямен жұмыс жасайтын болсақ, тікелей саудамен айналысамыз. Саудамен айналысатын өзі жеке парақшалар болады. Саудамен айналысу, жаңағы TikTok-тың қазір ең керемет осы айтып жатыр ғой, осы эксперттердің, мен бүгін де мысалға ресейлік коучтардан сабақ алып отырам, өзіме постоянно, өзім топ-лидер болсам да, күнделікті обучение, күнде сағат 7-ден 8-ге дейін утренний прокачка жасалады бізде мысалға, и одан кейін түстен кейін тағы да бір обучение болады. Мен өзім дәрежеме қарамастан әлі обучениеде отырам мысалға. Сонда айтып жатыр да, осы TikTok келесі 2 жылдықта осы YouTube-пен бірге бір свайласы сияқты сондай платформа болады деп жатыр да.
Сол себепті мысалға TikTokқа өте қатты көңіл бөліңіздер. TikToктың өзінің алгоритмін білетін болсаңыздар, суткасына қай уақытта, қай кезде видео салуға болатын, және де ол видео қандай болу керек, қандай қысқа мерзімдігі болу керек, ол видеода қандай надпистер болу керек. Мысалға, TikToктың парақшасы қалай дұрыс өңделу керек, осының бәрін білетін болсаңыздар, бір суткада TikToктан 100 000 просмотр алып, 20 заявка алуға болады. Представляете? 20 заявка алып, 4 продажа жасауға болады. Значит, сіз сол алгоритммен жұмыс жасайтын болсаңыз TikToктан, сізге күнде 4-3 продукция сатып отыруға болады, мынандай мысалға. Ал енді бұл сата алмаймын деген адамдарға, мысалға, саталмайым деген адамдарға сатудың өзінің техникалары бар, сатудың өзінің триггерлары бар, соны үйрену керек. Любой адам саталады, любой адам сатады. Тем более сетевойға келген адамдар, мы все продажники, біз бәріміз бір-біріміз сатамыз, білесіздер ма? Мы всегда продаем. Біз тәтті тамақ істеп күйеуімізге сатамыз, мысалға, өйткені ой тәтті сынай деген сөз естігіміз келеді, мысалға, это все продажа. Қыздар, сіздер мысалға, үйді жинаған кезде де мысалға, өздеріңіз, любой движение это сату. Мысалға, сіз бір жерге барып, біреу сізге күліп қараса да, мысалға, это продажа, понимаете? Если даже біреу сізге, біреу есігіңізді ашып берсе, рахмет, сіз маған көмектестіңіз десе де, сол сөздің өзі продажа, понимаете? Мы везде все продаем, просто мы этого не замечаем. Біз өзіміз бір жерге жұмысқа кіруге барсақ та, мысалға, өзімізді продаем, понимаете? Өйткені біз жұмысқа, мен мысалға қараңыздар, қазір сіздерге өзімді сатып отырмын, өзімнің қандай эксперт екенімді айтып отырмын, білесіздер ма? Мен сіздерге жақсы пайдалы ақпаратты айту арқылы я себя продаю, понимаете? Мен осы жерге келдім мысалға, боянып, жаңағы осы өзім бет әлпетімді дұрыстап сіздердің алдарыңызға эфирге шығатынымды білдім, я себя продала уже, понимаете? Этот эфир не начался, но я уже продала себя. Мне сондай сияқты, мы все продажники. Вы просто этого не замечаете. Ал енді соны сіздер осознанно жасап үйренетін болсаңыздар, продажаға ешқандай личный брендтің вообще керегі жоқ. Продажамен 250 000 теңгеге дейін ақша істеуге болады, қыздар. Білесіздер ма? Продажаны просто делать, очень просто. Не надо өзіңізді снимать етуге қажет жоқ. Просто бір банканы қолыңызға ұстайсыз, айтасыз мысалға, міне, осы өніммен, бұл өнімнің қандай жаңағыдай несі бар, қандай өзінің жаңағы құндылықтары бар, соны айтасыз, Енді өзіңізден қандай проблема шешілді осы өнім арқылы, или сіздің жаңағы подругаңыз ба, біреуі әйтеуір точный мысал болу керек, мысалға, мысалы, менің көршім, мысалға, Гуля, осы новаменді алып, өткенде коронавирус кезінде, мамасы ауырған кезде, семьясымен ішті, мамасына мысалға 10 капсула 10 күн берді, мамасы айығып кетті, больницада өйткені орын болған жоқ, больницада оны алған жоқ деген сияқты, сіздер уже конкретно бұл продукция қандай проблеманы шешет білулеріңіз керек, мысалға, бұл жерде ешқандай сіздің түріңізді көрмеуге де можно. Көрсетпей қойыңыз түріңізді, вообще камераны кері қарай айналдырып, міне продуктаны ұстап отырып, былай снимать етіп айтуға болады мысалға, міне қыздар. Бұл жерде мысалға сатуға келген кезде сататын адамға сіздің түріңіз керек емес ол адамға. Ол адам мына нәрсені іздеп отқан адам сіздің түріңізге жарамайды. Оған мына зат керек. Просто бізде мақсатты аудиториямен қалай жұмыс жасауды үйретеміз, Именно сату мақсатты аудиториямыз біздің басқа. Біз бизнеске бізде 2 адаммен жұмыс жасаймыз. Жалпы негізі 3, бірақтан нақты 2. Біреуі партнер, біреуі жаңағы покупатель. Бірақ покупательдің өзі сізге продавец болады. Білесіздер ма? 3-ші адам продавец. Именно сізден сатып алған адам, мысалға, проблемасын шешсе, сіздің контактыңызды басқа бір адамға беруі мүмкін, әбден мүмкін. Егер де ол действительно осы сондай проблемасы бар адам болса. Ал енді сондай проблемасы бар адамды интернетте былай адамдар, былай күнде 100 000 просмотрды не үшін қарайды, значит, адамдарға сол нәрсенің пайдасы керек, значит, соны іздеп отыр сондай нәрсені. Біреулер бір жерден естіп қалады, бірақ не запоминайды. Осындай видеоларды көріп қалады да, мысалға, сізді сохранять етіп бөлісуі мүмкін, біреулермен, мысалға, іздеп жүрген адамдармен. Интернет әлемі деген, білесіздер ма, қандай керемет. Осыдан мысалға мен жарты жыл бұрын мен 7 елмен жұмыс жасаймын деп ойлаған жоқпын. Мен мысалға азербайжанша, украинша, молдаванша, даже элементарный татарша білмеймін мен. Бірақ менің командам сондай елдерде дамып жатыр да, ол просто интернеттің арқасында. Сіздер білмейсіздер просто интернеттің күші неге жететін. Адам жоқ емес. Біз просто өзіміз дұрыс бағытта жұмыс жасай алмай жатырмыз. Біз мақсатты аудиторияларымызды ауыстырып алғанбыз. Біз мынау зат сатып алатын адамға бизнесті предлагать етіп, бизнес керек адамға затты предлагать етіп, короче, бәрін каша-малаша ғып жасап жүрміз. А егер де біз өзіміз білетін болсақ та,
біз мысалға екі парақшамен, менің қыздарым екі парақшамен жұмыс жасайды. Сатумен біз мүлдем араластырмаймыз өзіміздің парақшамызды. Біз бір парақшамызда өзіміздің эксперттігімізді, өзіміздің білімімізді сатамыз. Былайша айтқанда, біз даже компанияны пиарить етпейміз, біз командаға шақырмаймыз ешкімді. Біз просто өзіміздің практикамызда не жасап жатқанымызды бөлісіп отыру арқылы бір парақшада біз өзімізді сатып отырмыз, былайша айтқанда, Ал енді екінші парақшада біз чисто продукциямен жұмыс жасаймыз. Именно осы продукцияға екінші парақшамызға біз мақсатты аудиториямыз осы нәрсе керек деген адамдар. Примерно мысалға, мына дәруменді біз өзіміз зерттеп аламыз, бәрін көріп аламыз. Енді бұл кімге керек? Сондай адамдарды біз кешегі мен айтып өткен хэштег арқылы, тег арқылы, жаңағы волшебный лайки арқылы, неше түрлі касаниялар жасау арқылы, умный комментарий, хитрый комментарий жасау арқылы біз ондай адамдарды өзіміз тауып аламыз мысалға, Ол адамдарға біз касания жасаймыз, и ол адамдар бізді өздері келеді бізге. Сөйтіп мысалға олар айтады, біз міне мақсатты адамдармыз. Менде мысалға менің личный парақшамда маған мынандай новамин керек деп ешкім жазбайды. Менің мысалға продукциясы бар, Сайберин Wellness 01 деген менің өзім нем бар, продукциямен ғана айналысатын парақшам бар. Ол жерде маған ешкім мне нужен ваш бизнес деп айтпайды. Ол жерде маған новамин керек деп жазады. Мысалға ол жерде мысалға маған жазады да, көздің проблемасын шешетін нәрсе бар ма сізде деп жазады мысалға. Как можно заказать деп жазады мысалға. Как я могу это купить деп жазады. Тиктоктан келгенде мысалға, мен мына қалада тұрам, у нас есть у вас ваш магазин, как я могу купить деп мысалға сразу сөйтіп жазады. Мен личный аккаунтымда мысалға вообще қандай продуктамен жұмыс жасайтынды білмейді адамдар. Сіз қай компанияда жұмыс жасайсыз, мен сізбен жұмыс жасайын деген едім, каталогыңызды бересіз ба? Егер де жұмыс жасайтын болсам, L2 алуым керек қой, примерно маған керек заттар бар ма екен, соны көрейінші деген едім деп сұрайды. Это уже бизнесқа келіп тұрған адам, Соның бәрі мысалға дұрыс бағытта жұмыс жасаған арқасында. Ал енді сауда жасау арқылы мысалға, бірінші айдан ақ мысалға аптасына 5000 теңге осы әшейін WhatsApp-та отырып жасауға болады, қыздар. WhatsApp-та күнде 20 минут уақыт бөліп, сол біздің WhatsApp-та мысалға жаңағыдай мен айтқандағыдай насильствомен заниматься етпейміз. Біз жаңағыдай сіздердің барлықтарыңызды кіргізіп алмаймыз. Бізде кәдімгі этичный примерлар бар. Адамдар өздері кіреді. Өздері кіреттағы, өздері сізден сұранады, мен танысымды кіргізуіме бола ма? Мен мынаны кіргізсем бола ма? И біз жаңағы түрлі мероприятиялар жүргізу арқылы мысалға, мен мысалға айтам, міне мына дәруменді айтам. Міне осы дәрумен 3000 теңге тұрады, мынандай проблемаларды шешеді. Сіздің жүрегіңіздің, қан тамырларыңыздың жұмыс жасауына өте керемет шешім береді. Енді осы продукцияны тегін алғыңыз келсе, осы чатқа 5 досыңызды қосып, менен номерок алыңыздар, аптаның соңында розыгрыш болады. Мен сіздерге сосын осы жаңағы дәруменді тегін қалай алуға болатынын айтам ары қарай. Мысалға, сіздер 10-20 адамға номерок кіргізесіздер, мысалға, 20 адамға номерок жасайсыздар. Тез-тез толтырсаңыздар, мысалға, бүгін толтырып қойсаңыздар сіздер менің берген условиямды, значит, біз ертең уже ойнаймыз деп айтасыздар, жалпы бір апта уақыт беріледі сіздерге деп. Сонда сізде келген адам, өзі сұранып келген адам, еще өзінен қоса 5-6 адамды алып келеді, представляете? Ол 5-6 адам кіреді, сіз постоянно информация беріп отырсыз ғой, қыздар, тағы да кім 5 адам кіргізеді, номерок алады. И ана келген адам, ана жақтан 5 адам алып келеді, представляете? Сөйтіп, вообще сіз танымайтын адамдар жүреді сіздің чатыңызда. И во время этого движения сіз розыгрышыңыз ойнатылғанша, сізде мысалға бір апта уақыт бар, сіз бір аптада максимально өздеріңіздің қандай кәдімгі керемет жақсы осы аты шыққан кәдімгідей глобальный проблемаларды решать ете алатындай мысалға осындай продукцияларыңыз жайында ақпарат беріп үлгересіз. Сол бір аптаның ішінде сіз өзіңіздің командаңызға ондай бізде әдістер бар, командамен чатты прокачка жасау деген. Мысалға, розыгрыш жүріп жатқан чатты біз командамызбен кіріп бір апта кәдімгідей прокачка жасаймыз. Ол жерде сұрақ жауап қою арқылы мысалға, продукция жайында информация өте, тек қана продукция жайында. Барлығымызда бар мысалға, бала бар. Баланың қалай иммунитетін көтеру керек, баланың қалай іш құрылысын дұрыстау керек, баланың қазір өте көп балаларда паразит қазір өте көп. Паразитті қалай кетіру керек мысалға, осы программаның өзі мысалға бір күн сіздер балаға арнасаңыздар. Одан кейін қазіргі кезде барлық ер адамдардың проблемасы бар. Бәрі 2-3 жерде жұмыс жасайды. Ақша жетпейді мысалға, стресске ер адамдарға қандай сіздерде жаңағы нәрсе бар. Ер адамның жаңағы
потенциясын көтеретін қандай нәрсе бар. Ер адамның жаңағы қан айналымын жалпы бір күнді ер адамдарға арнайсыздар, иә, мысалға, одан кейін по женскому миома, бірдеме, шірдеме, бізде көп қой женский нәрселер, иә, мысалы, по женскому қандай сіздерде не бар, иә, мысалға, сондай керек нәрселерді, иә, мысалы, одан кейін қазір лишний вес деген вообще темада жүрген нәрсе, иә, мысалға, диета ұстамай, өзіңді қинамай, еш нәрседен шектеу жасамай, осындай лишний вестен арылуға болады, мысалға, 99 аурудың жаңағы 99% аурудың шлактардан болады, иә? Шлактарды қалай тазалауға болады, мысалға, иә? Внутриклеточный, междуклеточный чисткалар бар, мынау бар, анау бар. Сіз, в общем, осы продукцияңыздың қандай жаңағы күшті продукцияларыңыз бар, солармен таныстырып үлгеруіңіз керек. Осы во время розыгрыша сіздерге адамдар өздері адамдарды кіргізіп атқан кезде, осындай бір мероприятияларды жүргізу арқылы, еще сіз о жерде плюс командаңызбен прокачка жасап жатасыз, иә? Ойлаңызшы сізге, неужели сіз соншама адам ішінде, неужели мынандай 5 банк зат сатпайсыз, сатасыз, еще как сатасыз. Еще сіз о жерде жасап жатсыз, иә? Жаңағы чатыңызда сондай движение болып жатыр, ал сіз еще тиктокты дұрыс алгоритммен жұмыс жасатып, тиктоктан 100 000 просмотр жүргізіп, иә, тиктоктан күнде 20 заявка алып, о жерден продажа жасап жатсыз. Ойлаңызшы, сіз әр банкадан 25% көретін болсаңыз, мысалы, мынау 5000 теңге тұратын болса, бір банкадан мен 1250 теңге көретін болсам, бір күнде 5 банка сатып отырсам, это же классно, 6000 я имею каждый день. Это можно делать. Это запросто можно делать. И бұны өте оңай жасауға болады. Менің командамда тура осы мен айтып отқан нәрсені жасап ақша тауып отқан қыздар бар. Міне қыздар, у меня эфир. Міне қыздар, міне қараңыздар. Енді осы нәрсе, мысалы, бір эфирде бұның бәрін айтып жеткізу қиын әрине, иә. Менің мысалға қыздарымда Инстаграмнан заявка келеді, ТикТоктан заявка келеді, Ютубтан заявка келеді. Ютубты мысалға, иә, продукциямен YouTube жүргізу вообще күшті қыздар, вообще классно. Өзіңізді көрсетудің қажеті жоқ. Продукцияны ғана көрсетесіз. Оның жаңағы айтып тұрмын ғой. Продукциямен жұмыс жасау, сату, это вообще кайф негізінде. Маған ұнайды. Мен де әлі күнге дейін продажамен айналсам. Менің мысалға қазіргі кезде айына 25-30 мыңға алатын 5 семьям бар. Представляете? 5 семья менен айына 25-30 мың теңгеден зат алып тұрады. Тұрғылықты кәдімгідей. Ал егер қараңыздар, енді сондай адамдар өздері, мен қазір мысалға чат жүргізбеймін, мен қазір тикток жүргізбеймін, мен қазір одноклассниковты жүргізбеймін. Неге? Мен олана бір топ лидер болып кеткеннен, менсінбей кеткеннен емес, потому что мен уже өзіме сол 5 семьяны алдым ғой, иә, мысалға, постоянно менің уже 5 семьям бар, сол 5 семья мені өздері рекомендация жасатып, мысалға, мен сестрама анау керек еді, менің күйеуімнің апасына мынау керек еді, видите, уже реклама идет просто так, ешқандай. Мен мысалға таргетсіз ақ еш нәрсесіз ақ 120-150 мың теңгеге личный товар оборотым менің мысалға 600-800 балл. Личный, кәдімгі менің жаңағы өзімнің счетымнан алынатын нәрсе. Ол кәдімгі осы менің ай сайын алып отқан адамдарымның несі, иә, мысалға. Міне сондай мысалға товар оборот жасап алуға болады. Біз келген адамдарға мысалға тура сол нәрсені, мен сіздерге айтып отқан нәрсені, жаңағы чатпен жұмыс жасауды, алғашқы аптада біз чатпен жұмыс жасауды үйретеміз. Личный брендті сосын екінші аптадан бастап бастаймыз, бірінші аптада біз сатумен айналыстырамыз. Тікелей сату керек. Неге? Себебі ол адамға біз тез ақшаны көрсетуіміз керек. Ол адамға 5000 теңгені алып қалтасына салғызуымыз керек, иә? Одан кейін ол келесі аптада тиктокты көреді, тиктоктың просмотрын көреді, тиктокты біз көрсетеміз мысалға, иә, ол алгоритммен жұмыс жасайтын болсаң, тиктоктан осындай бұтылып алуға болады деп мысалға. Ол нәрсені бізде бұл техниканың бәрі жұмыс жасайды, потому что өзіміз практикамызда бәрін жасатып, көрсетіп, істетіп, солай ақшаларын алғызып отырмыз мысалға. Кеше ғана бізде ай жабылды, осы Айзада ханым сіздің неңізде болды, иә, сіздің командаңызда бір қыз 3 жыл бойы қанша ақша таппаған, мына жерде 13 күннің ішінде ма 8 мың қанша теңге тапты, иә? Сондай болды да сіздің командаңызда, по-моему. Сосын, иә, тағы да бір веткамда менің бір қыз жазды. Мен 4 жыл бойы жүргем сетевойда, бірінші рет алғашқы 1,5 айымда 50 мың теңге таптым деп, иә, мысалға. Осының бәрі осы сату триггерларын, сату техникаларын, осы жаңағы этично WhatsApp'ты жүргізу, WhatsApp'қа адамдарды өздеріңіз қинап кіргізіп алу емес, WhatsApp'қа кәдімгідей өздері таласып, тармасып кіретіндей жағдай жасау мысалға, иә? TikTok'ты дұрыс жүргізу.
инста магазинді дұрыстап жүргізу, инстаграм жаңағы өздеріңіздің бұл сатумен айналысу техникасы өте керемет техника, білесіздер ма? Көп адамдар сатудан қашады, қашпаңыздар сатудан. Сіздерге бұл кәдімгі мынау бар ғой, 2 аккаунт жүргізіп үйренесіздер. Мынау личный бренд, мынау сатып жатқан аккаунтыңыз. Мысалға, сатып жатқан аккаунтыңызда сіз неше түрлі осы WhatsApp-та, TikTok-та болып жатқан мына жақта личный брендті жүргізгенде, қыздар, мен сіздерге айтқан едім өткенде жаңа методикамен жұмыс жасап жатырмын деп, представляете, оказывается, WhatsApp аптасына 5000 теңге табуға болады екен, продукцияны былай істеуге болады екен. Оказывается, мен осындай розыгрыш жүргіздім, мен розыгрыш жүргізу арқылы бір аптада 20 000 теңге тауып алдым деп, мына жаққа жазып отырасыз ғой сіз. Это біздің личный брендімізді біз ешқандай, кейбір адамдар айтады да, результат жоқ менде деп. Результат бар. Сіз қазір жаңағы кәдімгі дұрыс методикамен жұмыс жасауға келдіңіз. Это уже результат. Сіз уже жазасыз мына жерде личный брендіңізді жүргізіп жатсыз бүгіннен бастап. Мысалға, это, знаете, сіздің кәдімгі неңіз ғой, сіздің сериал болады ғой, бұл уже сериалға түсіп жатырмын деп ойлаңыздар. Вообще негізі бар ғой. Жаңағы анда бұрында болатын еді ғой жаңағыдай, Просто Мария деген бір сериалдар болатын еді ғой, жаңағыдай реклама жүретін еді ғой, 11-де болады, 11:30-да болады деген сияқты. Сіздер сторисқа шығасыз да айтасыз да, мысалға, бүгін күшті пост шығарамын, білесіздер ма, мен 20 000 теңге тауып алдым, сол 20 000 теңге қалай тапқанымды постта жазам деп, сіздер өздеріңіздің анонс жасап, стористарыңызда, посттарыңызға адам шақырасыздар, мысалға, содан кейін жаңағыдай, мен суббота күні прямой эфир жасаймын, TikTok-тан 100 000 просмотр алдым, ура, мысалға, это тоже контент. Адамдар жасай алмай жатыр бұл нәрсені, адамдар білмейді, TikTok-тан қай жағынан келіп, қай жағынан шығарын білмейді. Бір-екі рет видео салады, TikTok блочить етеді, сосын шықпадым дейді, кетеді, а TikTok-тың өзінің алгоритмі бар. Әр мынау платформаның өзінің алгоритмі бар. Білесіздер ма, WhatsApp-тан да неге блокқа түсіп қалуға болады. Мен бұрынғы сетевой компаниямда мен WhatsApp-ым кәдімгідей блокқа түсіп қалған. Бүкіл бәр нәрсем өшіп қалған. Сол сияқты дұрыс, егер де дұрыс методикамен жұмыс жасайтын болсаңыздар, осындай нәрсенің бәрін можно избежать, дұрыстап жасауға болады. Оның бәрін біз мысалға үйретеміз. Міне соны кейін сіздер инстамагазин жүргізесіздер, сосын өзіңіздің аккаунтыңызда мысалға, қыздар, енді мен WhatsApp-ым бар, TikTok-ым бар, мынауым бар, анауым бар. А білесіздер ма? Мен еще инстамагазин аштым. Менің инстамагазинде мен розыгрыш ойнатып жатырмын. Біздер мысалға топ-лидерлар өзіміздің командамызда әр топ-лидер өзінің қалтасынан ақша шығарып, не ойнатады? Ұялы телефон, ақшалай сыйлықтар ойнатып тұрады мысалға. Сіз айтуыңызға болады, міне менің командамда, менің инстамагазинімнен, егер де сіз 5 000 теңгеге зат сатып алатын болсаңыз, мен сізге номерок беремін, сізді чатқа қосам. Ертең осы ай біткен кезде үшіне осындай розыгрыш болады, осындай күшті телефон ұтып аласыздар. Менің өткенде, представляете, менің командамда именно менің мынау через дорогу тұратын бір кісі ұтып алды. Представляете, адресін сұраса, менің соседкам болып шықты, менің жолдың арғы шетінде қаншама осы 7 мемлекетпен жұмыс жасап отырмын, менің көршім ұтып алды ғой телефонды. Сөйтіп, мен күліп жатырмын, видеомен звондасам, айтады, мен мына жерде тұрамын дейді, ойбай, мен сол жерде тұрамын ғой. Сол сияқты қыздар, сондай бір қызық нәрселер болады да, міне осындай бір мероприятиелерді өткізу арқылы мысалға сөйтіп, на такой волне, на такой легкой волне можно строить этот бизнес. Ешқандай қиындық жоқ, сатудан қашпаңыздар. Сатуды, егер де сіздер сату техникаларын, сату триггерін үйреніп алатын болсаңыздар, сіз с удовольствием будете продавать, и люди будут с удовольствием вас покупать. Мен мысалға кәдімгі покупательдерім смайлик жібереді ғой, мен мысалға, менің кәдімгі өзімнің жаңағы Ләззат деген өзім постоянный покупательницам бар да, сол маған айтады ғой, прям өзінің свекровкасы осы мен істейтін компанияда істейді, бірақ ол менен алады. Неге? Потому что айтады да, я люблю у вас покупать, я просто хочу у вас купить. Поэтому нужно просто делать это все играюще, да, сіздер мысалы қиындатпай өстіп істейтін болсаңыздар. Енді бұл жалпы мен сіздерге айтып жатырмын, біздің осы сату триггер, сату методикамыз, жаңағы командаңыз болмаса да, осыны өстіп сіздің істеп жүрген нәрселеріңіздің бәрін, сіз мына жақта еще өзіңіздің жаңағы личный бренд жүргізіп жатқан парақшаңызда контент жазасыз, делитесь своим опытом, да, сізге адам қызығады, жазады, сосын не істеп жүрсің өзі, маған да айтшы, үйретші мен деп. Вот потому что это все так делается, это все так должно делаться, да. А біз қиналып адам іздеп жүрсіздер. Адам іздеудің қажеті жоқ. Адам өздері келетін жол салып беріңіздер. Мысалға, мен қыздарыма постоянно айтамын. Міне қараңыздар, бізге қонақ келеді, мысалға үй салып жатсыздар, үйлеріңізге ертең құтты адамдар, сіздер стройка жүріп жатқан жерге шақырмайсыздар ғой, сіздер
видеоды салып, сәндеп, бәрін істеп шақырасыз. Иә, мысалы, алғашқы айдан бастап мен бір адамда келмеді деп страдать етудің қажеті жоқ. Сіздер фундаментін салып жатсыздар, сіздер өздеріңізді ол үйді салу керек, жинау керек, жиһазға толтыру керек, адам сол кезде келеді, и так-та. А сіздер пока ол үй салынып жатқанда, фундаментті мынадан істедім, кирпичті мынадан істедім, мынадан мынаны істедім, мысалға, иә, оның бәрі жаңағы сату техникалар ғой. Сіздер мысалға, мен мынаны бүйтіп командам жоқ, бірде-бір командам жоқ менің, бірақ 50 000 теңге таптым, осы айда мен сетевойда істеп десеңіз, это же интересно, потому что адамның бәрі ойлайды, команда, адам керек, біздерді просто зомби қойған да, ескі методика бойынша, как зомбилар сияқты, адам іздеу керек, болды, жаңағы, не танысың жоқ па, жаз 100 списокты 10 рет айналдыр, одан кейін анаған бар, мынағанда 2 зат ұнамаса ақшаңды қайтып бере саламын, мә ал деп қинап бер деген сияқты, иә, туысқандарымыз жаңағыдай қинау мысалға, иә, оның бәрі сондай бір анандай адамды қинайтын нәрселер да, мысалға, ол жерде кішкене бір түбінде осы насильство бар, все равно есть. Ты что, меня не поддерживаешь, не сен 1001 теңгеге мынаны ала салмайсың ба, кешіне көмектесейік деп қинап берудің қажеті жоқ, вообще не нужно. Мен мысалға вообще туысқандарыма предлагать етпеймін. Мен просто мамама өзім от души алып беремін, мамам ішеді, мен сестренкам ішеді, өзім ішемін. И көрген адамдар мысалға, иә, айтады, не ішіп жатсыңдар? Сен бетің әдемі болып кетті, баяғыда бетіңде карта сияқты дақтар бар еді, қайда кетті солар дейді. Мен айтамын, пожалуйста, міне мынаны 3 рет, мынаны 2 рет ішіп жүрмін, болды, бетім осындай тап-таза деп мысалға, иә. Сол сияқты адамдар өздері сұрап, өздері келетін жағдай жасауға болады. Ал енді жаңағыдай мероприятияларды жүргізу арқылы сатумен можно вот так сатып жүріп, сондай сату техникасына кіріп кетіп, сіздер уже жаңағы личный брендте жүріп жатыр, сатуыңызда жүріп жатыр, ақшада тауып жатсыздар, и налегке сізге уже адамдар өздері келе бастайды мысалға, иә. 2-3 айдың қалай өтіп кеткенін білмей қаласыз. 2-3 айда сіздер уже әжептәуір результат аласыздар. 2-3 айда уже сіздерге командаңызға уже келген адамды сіз үйретесіз мысалға, иә, уже эксперт боласыз. Сіз уже 5-6 айдың ішінде сол сізді аңдып қарап отқан адамдар толпами будут к вам заходить в команду, толпами. Мен мысалға 3 ай тоқтап тұрып, 3 айдан кейін қанша осы Айзада ханым біледі, 18 күннің ішінде мысалға, мен 18 күннің ішінде солай 28 адам тіркеген. Бір айда 48 адам тіркеген болатын. Мысалға, сол адамның бәрі аспаннан түсіп, сразу мен аккаунтыма келе сап, бүгін кіре сап, болды, мен сізбен сотрудничать етемін деген жоқ, маған постоянно жазады. Сіз маған ұнайсыз. Біреуге менің дауысым ұнайды, біреуге менің мимикам ұнайды, біреуге менің айтып түсіндіргенім ұнайды. Біреулер мысалға маған айтты, сізді давно аңдып, такая простая женщина деп та, мысалға, мне нравится ваша простота деп та. А біреулер маған айтады, мен де сіз сияқты үйден шыға алмаймын вообще, ана түкпірде тұрам, бірақ мен де сізге қарап қызығам, и я вот решила сегодня вам написать деп та, мысалға, ол адамдар все равно бізге личный бренд, чтобы заработал, нужно время. А чтобы время просто не терять и грустным не сидеть, нужно заниматься торговлей, девочки, надо уметь торговать. А торговлей заниматься это очень классно. Жаңағыдай конкурстар жүргізіп, мероприятия жүргізіп, біреу қуанываться, жаңағыдай телефон алдын деваться, это все видео, например, да, сіз кейін осы продукцияны сатқаннан кейін, мысалға 5 000 теңге тауып алсаңыз, сіз уже бұл продукцияны шебер боласыз, келесі продукцияны өзіңіз зерттейтін боласыз, уже тағы да не сатсам екен деген сияқты, иә. Сол продукцияны сіз өзіңіз айтатын боласыз, кейін уже өзіңіз көрсетесіз. Мысалға, мен мысалға осы бір 2 продукцияны 3 ай тоқтатпастан іштім да, мен шашым ағарғаны кетті, мысалға, иә, ағарғаны азайды кәдімгідей. Мен бұрын ай сайын шашымды краскілейтін, қазір уже 2 айда 1 рет краскілеймін. Сол сияқты мысалға өзіңіз уже көрсетіп айтқыңыз келетін дәрежеге жетесіз уже сөйтіп жүргенде, иә. Сөйтіп қалай эксперт болғаныңызды өзіңіз білмей қаласыз, мысалы, иә. Осының бәрі подцепочно істеуге болады бәрін. Ал сіздер, біздер не істеп жүрміз? Біздер адам іздеп, маған 3 адам керек, 17% жауым керек, 21%-ке өтуім керек. Тағы да адам, анау адам амаса затын неге амаятсың, неге тіркелдің амасаң, сонымен ұрысып быт болып жүресіздер, иә. Зачем олай істеудің қажеті жоқ? Вообще, на играющей волне можно это все делать. Интернет вообще бізге осы именно сетевой бизнеске қазір, дәл қазір бар ғой, барлық мынау құралдарды бізге жұмыс жасата алатындай жағдайдамыз біз мысалға, иә. Мен мысалы, осыдан мысалға
февральда, январда айтсам, мысалға, мен де сенбес едім. Бірақ осы дұрыс бағытта жұмыс жасаудың арқасында, осы жаңағы алгоритмдардың бәрін оқып үйренуінің арқасында, мысалға, мен осындай дәрежеге жетіп отырмын. Қазір, мысалға, мен, я до такой степени эксперт, да, что мен командама келген адамға мен уже стараюсь алғашқы аптада 5000 теңгесін қалтасына салып беруге. Болды, одан кейін ол адам тоқтамайды, ол адам өзі түседі, тағы да не түсірейін, ананы бір қарасаң, нан түсіріп атады, бір қарасаң, ананы түсіріп атады, бір қарасаң, уже баласы жүгіріп жүреді витаминдермен, соны түсіріп атады, да, мысалға, я уже это все на такой волне делается. Мысалға, соны дұрыс бағытта жүргізіп үйрену керек. Ал енді қараңыздар, иә, негізі әрбір жаңағы былайша айтқанда, әрбір пайдалы эфир бір сатылымен бітеді, мысалға. Дауысыңыз естілмей қалды, помехамен дауысыңыз естілмей қалып жатыр. Компьютерный дауыс шығып кетіп жатыр. Естілді ма енді? Естіліп жатыр, ана дауысыңыз үзіліп кетіп жатыр. Тоқтап, дауысыңыз компьютерный дауыс шығып кетті. Енді? Естілді. Естіліп жатыр. Енді қараңыз. Помеха болып жатыр. Неге олай отыр екен? Ане, тоқтап, дауысыңыз біртүрлі болып жатыр. Бағанан бері солай болып тұр ма, қазір осылай болды ма? Жоқ, бағана бір рет болған, бірақ нормализоваться етіп кетті, қазір тағы да сондай болып кетті. Енді интернет қоянды. Қазір нормально ма, естілді ма? Аха, нормально. Аха. Енді қараңыздар, иә, әрбір негізінде эфир болсын, әрбір жаңағы видео болсын, пайдалы контентпен жалпы біз бөліскен кезде бір әйтеуір сіздерге бір не болады, иә, жаңағыдай предложение болады ғой. Сол сияқты бізде мысалға осы предложениемізді жасаймыз қазір сіздерге. Міне 2 күн бойы бізден тегін дәріс алдыңыздар, иә, 2 күн бойы сіздер мысалға 2 күннің ішінде сіздер қазір тағы да 2 күн еще плюс сіздерге беріледі, осы Айзада ханымға, Лилия ханымға хабарласып, жаңағы Телеграм каналда болмасаңыздар, түсіп алыңыздар. Сол Телеграм каналы арқылы мысалға сіздер сұрақтар қойып, даже өздеріңіздің мысалға бесплатно, иә, қазір шапка профиляларын дұрыстатып алуға, өздеріңіз жұмыс жасайтын жаңағы нет деп айта алатын адамдарыңызды, мысалға мақсатты аудиторияларыңызды дұрыс таңдап алуға сіздерде шанс бар, иә, мысалы, иә. Одан кейін осы қазіргі болып жатқан эфирді 10 адамға таратып, менің өзімнің алғашқы авторлық, алғашқы 40 адамды қосқан өзімнің алғашқы осы Айзада ханым екеуміздің жүргізген марафонымыздың сіздерге толық сабағын береміз. Сондай бір тегін сіздерге тағы да беріледі. Бірақ условиямыз бар. Осы болған эфирді 10 адамға самолетпен ұшырасыздар, скриншот жібересіздер Телеграмдағы чатқа, сосын сол жерден сол ақпаратты аласыздар кураторларыңыздан. Ал енді сіздерге мына қараңыздар, осы методиканы мысалға мен мысалға командама адам шақырмаймын. Еш жерде мысалға мен командама кел деп айтпаймын. Сетевой компанияда жұмыс жасайтын, даже менің өзім бауырларым бар да, мен олардың өзін мысалға өзіме заманауи етпеймін. Мен айтамын да, мысалға бізде жаңағы істей алмай жатсаңыздар, біз сіздер үшін мысалға менен көп адамдар айтады, сұрайды, қалай істеп жатсыз, не істеп жатсыз? Сұраныс бойынша біз осы командамызбен, командамдағы мен өзі алдыңғы қатардағы лидерларыммен бәріміз қосылып, біздің жаңағы туындымыз бар, жасаған өзіміздің авторский 2GIS MLM KZ деген франшизамыз бар. Үлкен ауқымды, кәдімгі 1,5-2 айға жазылған сабақтар, видео сабақтар. Жаңағы мен сіздерге айтып отырған алғашқы айдан бастап табыс табу, командасыз табыс табуды үйрететін сабақтар бар, иә. Одан кейін жаңағы мен сіздерге айтып отырған 100 000 просмотр алып, ары қарай 20 заявка күнде алып отыратын TikTok-тың сабақтары бар, иә. Инста-магазинді қалай ашу керек, инста-магазиндегі аудиторияны қалай таңдау керек, және де личный брендті қалай дұрыс бағытта жүргізу керек. Осы сабақтардың бәрі сол жерде жіктеліп видео болып жазылған, кәдімгі асықпай түсіндіргенбіз бәрін, кәдімгі сіздер сұрақ қоя алмайтындай, даже мына продукциямен қалай жасау керек, бәрі түсіндірілген сабақтар бар, и оның ішінде еще запуск бизнеса бар. Біздің мына осы қазіргі таңда бізде мысалға менің осы жалпы біздің методикамыз жайында, біздің осы компаниямыз жайында, жалпы біз жайында, иә, мысалға біз жайында ақпаратты мысалға аптасына 500 адамға біз береміз. И мен мысалға өзімізді біз аптасына 1000 адамға пиар етеміз. Сол техникада берілген сол жерде. Қалай десеңіздер, оның бәрі мынандай осы ойындар жүргізу арқылы, иә, мысалға осы ойынға біз сіздерді қинап шақырған жоқпыз, иә, өздеріңіз келдіңіздер, иә, міне өздеріңіздің келіп еще бұл жерден соншама пайдалы ақпараттар білдіңіздер, иә, сіздерге де жақсы, и еще біз сіздерге сыйлық ретінде тағы да бір марафонның сабағын берейін деп отырмыз, иә, тек қана әшейін просто
10 адамға тарата салу условиясы оңай, иә. Ал енді біздің франшизамызды, осы бизнесті қалай жүргізіп жатқанымызды, жалпы менің осы ноябрь айында осы 100 адамды өстіп оңай жеңіл командама кіргізіп, сіздер адам жоқ деп жатсыздар. Енді қараңыздар, адам қайда кетіп жатыр? Адамдар біздерге кетіп жатыр. Адам жоқ деп сіздер таппай жатқан адамдар, сізге тіркеліп алып, активациясын жасамай, телефонын көтермей жатқан адамдар, бізде активация жасап, үй жұмысын жасап, жұмыс жасап отыр мысалға, иә. Өйткені қазіргі адамдар қарайды салыстырмалы түрде, иә, бізде күнде интернетте жүрміз, бізде күнде 100, 150, 350, мен мысалға осы соңғы кешегі потокта 500 самолетик ұшырылыпты мысалға, иә. 500 адамға өзімді мысалға мен танымал қылып жатырмын, иә. Сол сияқты біздерді біліп жатқан адамдар біздерге кетіп жатыр. Мен мысалға күнде 50 входящий аламын. Мен мысалы ноябрь айында мен айтатын едім ғой, иә, Затахан 20, 28, максимум 30 болып жатыр деп, иә. Қазір мысалға декабрь айында мен 50 входящий аламын. Үлгермеймін даже, вообще тіркеп үлгермеймін да мысалға, иә. Ол адамдармен сөйлесіп үлгермей жатырмын датабода, бір чатқа жинап, уже полный информация беріп жатырмын. Міне сондай дәрежеде жұмыс жасағыларыңыз келсе, небары жарты жылда шетелге өздеріңіздің бизнестарыңызды шығарып, международный бизнеске шыққыларыңыз келсе, иә, мысалға, иә, оған тіл білудің қажет жоқ, қыздар, уайымдамаңыздар. Мен 7 тілде сөйлемеймін, бірақ 7 тілде сөйлейтін қыздармен жұмыс жасап отырмын. Оның бәрі мен қазақша ғана сөйлеймін. Бір жерде қазақша мен орысша сөйлейтін адам бар командамда. Орысша мен азербайжанша сөйлейтін адамдар бар командамда. Орысша мен молдаванша сөйлейтін адамдар бар. Сондай цепочка арқылы кетіп отыр мысалға, иә, мен бір тіл үйреніп, ана жерге барып, ана мемлекетке барып сөйтіп жасап келіп жатқан жоқпын. Үйімде өзімнің мына постоянно осы өзімнің кухнямда жүремін, мен осы кухнямда жасаймын. Осы кухняның столының үстінде бәр сабағымды оқимын, барлық сабағым, барлық бизнесім осы кухняның столының үстінде, осы кухнямда отырып, айына осы айда 480 мың теңге ақша таптым. Өткен айда помеха болып жатыр қайттан. Естімей жатыр ма? Андай. Міне. Компьютерный дауыс шығып кетті ғой. Мутный болып кеттіңіз. Білмеймін неге олай болған. Жоқ, нормально ұстап тұр интернет. Андай, мутный болып дауысыңыз қайтадан бір бар дауыс бар, дауыс жоқ болып кетіп отыр. Медленный болып. Ғали, енді қалай? Так же. Так же, да? Я білмеймін, неғып мутный болып тұрған, вообще мутный болып тұрсыз. Енді қалай, дұрыс болды ма? Естіліп тұр ма? Енді әдемі естілді, я. Просто ар жақта балалардың бәрі кіріп апты интернетке, сосын солай болған кеш қойшы. Енді қараңыздар, иә? Осы біздің мен сіздерге айтып жатқан жаңағы алғашқы айдан бастап табысқа шығу, барлық сабақтар жүктелген сол франшизамызды біз мынау басқа мысалға басқа сетевой компанияда жұмыс жасап, бір орында тұрып қалып, сөйтіп жұмыстарымыз жүрмей жатқан адамдарға мысалға біз предлагать етеміз. 20 мың теңге тұрады. Ол франшизаның ішінде сіздер енді қорықпай-ақ қойыңыздар. Зато сіздер кейінгі жарты жылдықта жаңағы 500 мың теңге тапқан кезде сіздер сол франшизаны сатып алғандарыңызға әлі де қуанатын боласыздар. Командаларыңыз болса, бөліп алуларыңызға болады. Мысалға менде командасы бар қыздар, командасына бөліп, мысалға сөйтіп алып жатыр да, 4-5 қыз бөліп, солай да. Сөйтіп алсаңыздар да болады. Бұл франшизаның ішінде жалпы 0-ден бастап, неге 2GIS MLM KZ? Потому что 2GIS деген не екенін білесіздер, иә, мысалға, иә, А точкасынан Б точкасына апаратын навигатор, иә. Бізде енді біздің сетевойда А точкамыз қай жер, иә, А точкамыз біз бизнесті бастап тұрмыз, или бірақтан бастап қойдық, бірақ бір жерде тұрып қалды, иә. Б точка деген бұл барлық сетевойда топ лидерство, иә. Біздің енді бәр сетевой компаниядағы барлық сетевиктардың жалпы арманы топ лидерлерге шығу ғой, мысалға, иә. Міне, сол топ лидерге апаратын сіздерге жол, сондай сабақтар берілген соның ішінде. MLM, именно сетевой компанияда. Басқадай бір анандай MMM, SMM сабақтар жоқ о жерде. Именно осы сетевой компанияны қалай жұмыс жасау керек, қалай осы барлық платформаларды, даже YouTube, TikTok, қандай болсын, бүкіл платформалардың бәрін сіздерге жұмыс жасата алатын сондай сабақтарды ұсынамыз. Бұл сабақтың құны 20 мың теңге тұрады. Алғыларыңыз келсе
немесе сіздерді шақырған кураторларыңызға хабарласыңыздар. Ал енді тегін алу жолы бар. Тегін қалай алғыларыңыз келеді, оны Айзада ханымға жазасыздар. Мен тегін алғым келеді, тегін алу үшін бұл сабақты не істеуім керек деп сіздерге өзі айтып беретін болады. Ал енді алып, негізінде бизнестарыңызды жасаңыздар. Өйткені дәл менің практикамда өзім өз басымнан практикамдан өткізген сабақтарым, өзім нөл, мен мысалға менің жаңағы нелерім, наставниктарым айтады, вот мы этот бизнес в трусах начинали десе, мен айтамын, ойбай, тогда я вообще, наверное, без трусов начинала деп. Сол айтпақшы, бұл бизнеста менде нөлден бастап, менің когда-то марттың 5-інде бастағам, сол кезде мен мысалға 5000 товар оборотпен бастағам, қазір мен мысалға міне альхамдулиллах, менің товар оборотым 2 миллионға жетеді. Енді осы товар обороттан мен 25%-ын қазіргі таңда көріп отырмын. Еще мен кәдімгі осы білімді мен не үшін оқимын, не үшін мен қазір топ лидерлар қатарында болсам да, бағана сіздерге айтып өттім басында, мен таңертең утренний прокачкаға қатысам 7-тен 8-ге дейін, еще түстен кейін тағы да 1,5 сағат сабақ оқимын деп, мен сабақ оқимын, өйткені мен білімімді ақшаға айналдырып отырған адаммын. Мысалға, осы сабақтардың бәрін мысалға сіздерге бізден пайда болсын деп 2 күн бойы барлық нәрсені айттық, бірақтан бұл менің сіздерге айтып жатқан нәрсем, біздің сабақта берілетін нәрсенің 5% айтылды. 5%, представляете, біздің командамыздың ішінде және қандай нәрселер бар да? Біздің командамызды өсіріп отқан, өзіміздің практикамызда жүргізіп отқан техникаларымыздың бәрі сол сабақтың ішіне жиынтықталған. Бұл жаңағы франшиза сатып отырмыз. MLM 2GIS. Енді бұл 2GIS MLM KZ деген. KZ, потому что қазақша. Барлығы қазақша. Бұл енді алып жасаңыздар. Сетевойда ақша көп. Сетевойдың ақшасын просто алып шыға алмай жатсыздар. Адам іздеумен айналысып жатсыздар. Адам іздеумен айналысудың қажеті жоқ. Өздеріңізді эксперт жасасаңыздар, сіздерге келіп қосылатын болады. Сол себепті ешқандай адам жоқ деудің қажеті жоқ. Адам бар. Адам, менің осы ноябрь айында командама 100 адам қосылды. Ал енді осы декабрь айында мен уже күтіп отырмын. 180-220 адам аралығында маған қосылу керек. Сол себепті өйткені мен күнде апта сайын өзімді 500 адамға көрсетіп отырмын. Мысалға, бұның бәрі бұл аптасына 500 адамға өзіңізді көрсету, жаңағы күнде, бір күнде мысалға бір тікелей эфир арқылы 400-500 адамға өзіңізді көрсету, бұл техниканың бәрі сол сабақта үйретіледі. Жалпы трафиктің тегін жолдарының бәрі үйретіледі, тегін барлығы. Сол енді сіздерге айтатыным, тегін алатын болсаңыздар, Айзада ханымға жазасыздар, тегін алу үшін не істеуге болады деп, ал енді сатып алып өзіңіздің командаңызда жасасаңыздар, осы біз сияқты күнделікті мысалға ақша табуды үйренетін боласыздар. Олай болса жақсы. Телеграм каналға тіркелмеген болсаңыздар, Телеграм каналға тіркеліңіздер, міндетті түрде. Сол жерде сіздерде кері байланыс болады. Телеграм каналға тіркелмеген болсаңыздар, уф демей, осы жаңағы парақшаның, главный парақшасы, мына жерде GAIM-MLM деген, соған директке жазыңыздар, мені телеграмға кіргізіңіздерші, сұрақтарым бар деп кіргізеді сіздерді. Самолетик ұшырыңыздар, самолетик ұшырып, тегін марафонда алыңыздар, қыздар. Барлықтарыңызға жақсы, сау болыңыздар. Рахмет Ақбота ханым. Ақпаратыңызға рахмет, сау болыңыз.